Бүгін 12-740 әскери бөлімінде тәуелсіздігіміздің 33 жылына арналған салтанатты жиын өткізілді. Ол жиынға біз Сарыөзек гарнизонының әскери бөлім командирлерін және сонымен қоса ауған соғыс ардагерлерін шақырып құттықтау сөздерін айтты. Біздің салтанатымыздың жиынында мадақтама қағаздармен марапатталды. Олар мемлекеттік құқықтық және жауынгерлік даярлықтың үздіктері. Сонымен қоса мерзімді әскери қызметшілерге біз алғыс хаттар ата-аналарына жұмсадық. Осы тәуелсіздігімізді алып келген батырларымызға біріншіден мың тағзым айтамыз. Олардың ерліктері, олардың алып келген әрбір іс-әрекеттері біздің ешқашанда есімізден шықпайды. Енді мынау біздің елімізге, жұртымызға, барлық Қазақстан Республикасының халқына, жауынгерлерге өзіміздің көк байрағымыз желбіреп, тәуелсіздігіміз құтты болсын деп құттықтау айтқым келеді. Кәсіби шеберліктерімізді шыңдап, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын.